Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай баклажан дайындаймыз. Ол үшін ірі сосын ұзын баклажанды жұп-жұқа етіп турап шығыңыздар. Оны батыруға арналған қазір смес дайындаймыз. Оған 2 жұмыртқаны жарып, жақсы етіп араластырып алыңыздар. Сосын ең бірінші баклажанды осы жұмыртқаға екі жағын батырамыз, содан кейін панировкаға батырамыз. Оны пергаментная бумаганың үстіне міндетті түрде салыңыздар. Содан кейін барлық баклажандарды қызып тұрған духовкаға 12 минутқа пісіріп аламыз. Духовканы мен алдын ала 180 градусқа қыздырып алдым. Енді баклажан үстіне жағатын мынау чеснок пен майонезді араластырып дайындап қойыңыздар. Оның ішіне қазір біз огурцы, помидор, сосын фетакса салатын боламыз. Міне майонезімізді осылай жағып шығамыз. Одан кейін салатный лист саламыз. Салатный листтің үстіне огурцы, помидор, фетакса, сопақша туралған сол үшеуін салып, күштетіп ораймыз. Оны зубочисткамен қыстыруға да болады, немесе былай да қоюға болады. Барлығын осылай орап шығыңыздар. Дайын болған баклажандарды осындай сопақ ыдысқа салып әдемілеп қойыңыздар.